Ақайың аудандағы дайындық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі биыл әр гектардан 30 центнерден өнім алып жатыр. Бұл көп жылға тынымсыз еңбектің нәтижесі дейді шаруашылық басшысы. Сондай-ақ жаңа технология өнімділігі жоғары техникамен биылға қолайлы ауа райда өз жемісін берген. Биыл шаруашылық 10 мың гектар алқапқа дәнді дақылдар екті. Оның 200 гектары зығыр, 800 гектары арпалып жатыр. Осылайша ауыл тұрғындарының жартысынан астамасы орақ науқанда шаруашылықта еңбек етіп жатыр. Жалпы 5 John Deere комбайнымыз бар. Осы 42 айдың соңына дейін жинап аламыз деп ойлаймыз, жоспарланып отырмыз. Урожайымыз жақсы, 20-дан асып тұр. Қазір бәрін жинай келе, 25-30 центнерге жетеміз. Қазір шаруашылық барқышты осы ораққа жұмылдырған Америкадан әкелінген John Deere комбайндары піскен егінді шашпай төкпей жинап алуда көмегін тигізуде. Жауын шашынсыз ауа райында бір комбайн күніне 60 гектарға дейін егінді орып өтеді екен. Орақ науқанда мұндағы бір комбайншы күніне 20-30 мың теңгеге дейін табыс табады екен. Қыс мезгілінде де олар жұмыссыз отырмайды. Бірі мал шаруашылығына кетсе, енді бірі ауылдағы әлеуметтік нысандарға орналастырылады екен. Дайындықта жұмыс бар, баспаналар салынып жатыр. Тіпті әр үйге су да тартылыпты. 96 жылы ауылға оралып, қиын жағдайды көріп, ол кезде ауылда свет та жоқ, жол да жоқ. Сол кезде ауылды қолға алып, ауылдың жігіттерінің бәрін басын қосып жұмыс істедік. Жылда ауылға 3 үйден 5 үйге дейін үй саламыз. Бір үйге кететін қаражат 4 миллионға жақын. Бірақ жұмыс істеп жүрген азаматтарға біз 500 мың теңгеге береміз. Ол 500 мың теңгені өзіміздің хозяйствоның атынан кредитқа береміз. Жер қадірін диқан білер демекші серіктестіктегілердің ендігі мақсаты пісіп төгілгелі тұрған бидайды ысырапсыз жинап алу. Тек ауа райы кедергі келтірмесе игі дейді диқаншылар. Лаура Талипова, Қуаныш Қазыбеков, Ақпарат.